Так, надо полиция департамент ДВД білесіңдер ғой ДВД. Мына ағилалар мына жерде ма, бір жерде ағилалар, в общем, мен көп білмеймін Атырауда. В общем, жігіттер, не ғой, камерасыз кіріп, нормальный, сыпайы, сипатты, күшті болып, тым жақсы сөйлессеңдер, любой полиция қызметкерлері сені күшті болып қарсы алады. Өтірік әңгіме. Биттерің айтайын, өтірік әңгіме. Камерасыз кірдім, күшті болып, сөйлестім. Ассалаумағалейкум, қалайсыз, жақсысыз ба? Бәрі жақсы ма? Мен осылай шаруамен келіп едім, жеке шаруам осылай. Все. Телефон тастап кетіңіз дейді. Телефон тастай алмаймын, ренжімеңіз, бірақ камера түсірмеймін, уайымдамаңыз деп едім. Тастап кетіңіз деді. Содан енді кішкене грубить етіп, содан басталып кетті бәрі. Содан камера басталды. Сосын оқиға осылай болды. Өзің үшін емес, бар ғой, кәдім бар ғой. Мен секретный жер болады, понимание, военный часть емессің ғой сияқты? Военный часть болғанда барым, 19-да 5 десек? 19-да 5. Ан жазылып тұр, ішке кіруге болмайды заттар. Досым, 19-да 5 приказ орындай қойшы. Ішке көрсем мұнда несің ба? Көрсетіп тұр. Жүрмейсің ба? 19-да 5 көрсетіп қойшы. Көрсетсең көрсетпеймісің? Сен өше кімсің сен өше? Бұл өшкісің ба кімсің сен өше? Көрсетші бағоны маған. Сен ең жақсы сөйлесе қойын қойдың бір түн жақсы. Бауыр, мен айтып ма? Бауырым демей маған бауырым демей. Не демейсің? Білмеймін, мырза дейсің ба, кім дейсің? Көрсетші бағонды маған. Жоқ, апай, сәл бер. Нормально. Так, сержант полиции Германов Мейрамбек. О, тезка Батырбекович, полицейский. 2021-ге дейін. Не болды, не әлдағанда отырсың ма? 19-5 приказ орындаймын міне. Онда ішке бүйтеміз. Апай, сіз кімсіз, апай? Мен осында жасаймын. Апай, сіз қазір дәл қазір уже дежурныйсыз ба? Апай, онда сіз кішкене апай араласпай ақ қойыңыз, апай. Неужели апай өздері күштері келмейді бізге? Былай ғой, в общем, былай ғой. Қазір мен телефонды алып кетемін, шығамыз. Маған протокол хаттама толтырасың, статья бойынша, как положено, КУАП бойынша. Дымны ренжіме, бауырым. Ренжімеймін, не ештеме. Телефонмен кіре мен телефонмен кіремін, сен кімсің маған телефон кіргізбейтін? Қайсың? Кім шақыртыр сені? Нұртас бар? написано, не гарантия сен. Сен кімсің? Жүр кеттік. Не көшін емешін білмеймін. Все, телефон тастап кетші, подписчикпен мен серьезно айтайын. Ішке ар жақ. Жоқ, Понимание қаржы, жоқ, понимание болғанда сен мені танисың ба вообще? Танымаймын сені, анда танимыз анда. Мейрамбек болады? Мейрамбек. Нұртас келіпсің? Білмеймін мен кімге келіп тұрғанын, мен білмеймін, сержант. Тезка, мен білмеймін кімге келіп тұрғанымды. Жоқ, жақсы, мен мұнда келіп шақыртайын. Ол сенің телефонды алып қойды өзі, ә? Телефонды ал. Екеуің бірге телефонмен былай ғой досым, қарашы, былай ғой. Мен қазір мұнда кірем. Мынау не здание, мынау ДВД ма? Мынау дейтін маған военный часть емес қой, дейді татуы кәдімгі не істейтіндей. Телефон ұстайтындей. Конституция заңында менде 20-шы заң маған приказ қойылған, маған именно. Маған, мен гражданинмін. Маған қойылған, маған айтқан. Кез келген жерде сен дейтін өзіңнің еркіндік сөзіңді айта аласың, және еркіндік съемканы жүргізе аласың деген. Еркін съемка емес, еркін сөзін айта алатын барсың. Еркіндік сөз және съемка, видеосъемка, яғни ол творчество деп келеді. Творчество деп келеді яғни. Творчество ол именно қандай ол дейтін? Журналистерге не важно ол. Жоқ. Гражданкілерге арналған, брат. Ол дейтін именно сен кімсің вообще досым? 19-да 5 орындаймыз ба, орындамаймыз ба? Мен уголовный айтпаймын мен. Ондай административті білмеймін бауырым, сен серьезно айтайын. Уголовный айтарсың. Мен саған айтайын, мында бәрі деп. Жоқ, қазір мына бүйтіп былай сопровождающийсің тек қана, иә? Сәл түзетіп енді. Мен қазір дежурныймен сөйлесіп алайын. Сен қатысың жоқ. Мен сен жұмысыңды өте қатты бағалаймын. Бірақ маған никогда телефон ұстама, алып қал деп. Сен жүрші, мен саған көрсетейін, жақсы. Кешір, әйетші. Қоқыс бар ма лақтыратын? Лақтыра қойшы, айып болмаса. Міне, қайда телефондар, қайда маған? Ондай қашықтар болғаншы? Жоқ, айып болады әрине. Жоқ, айып болады әрине. Тезка, айып болады. Неге айып болады? Неге сен мені шығарып жатсың, анарды кіргіздің? Тек қана телефон тастап кеткен үшін ба? Мен телефон тастай алмаймын, мен неге тастаймын телефонды? Жоқ. Түсіруге, ағай, болады. Толықтай болады, ағай. Ағай, мен акиматтың алдында телефонны... Ағай, ағай, жақсы, түсінікті ағай. Мана кім шақыра қойшы? Ағай, болды. Шақыра қойшы, бағана кімді шақыра қойшы? Қайсына көрсеңсің? Жігіт. Тек күлте болып жоқ, сразу. Не говори, жігітте, не говори. В общем, былай ғой. Кәм чорттар сияқты кәм бар, соны шығарып өтіп өздері іште қалып қойды. Былайша айтқанда бар ғой. Енді
шыға қойшы ана жерден қарай қойшы дейді. Білмеймін ғой әлде қандай болды. Так, Мейрамбек, бір сұрақ саған. Қазір мұнда учреждениеге кіруге мынандай смартфондармен, телефондармен кіруге болмайды, тек қана граждандар ғана, или тоже осында жұмыс жасайтындарға ма? Жоқ. Өзің жауап бере қойшы, просто болды. Тек гражданскийға, получается, сіздерге болады органдарға, да? Сіздерге, жоқ, сіздер просто телефон, госучреждение бәрі осында жеткен. Сіздер, например, да, сіздер мысалы смартфон емес қой, да? Сізде просто телефон, да? Получается, іште қазір ешқандай смартфон телефон жоқ, ешкімде. Болды, ондай қазір. Болды. Өздеріңіз куәлік бересіздер ғой саған, иә? Болды. Потом, бауырым, сен 19-да 5 приказ орындай қойсың, айып болмаса. Я ма уголовный этику білмеймін ондай административті. Өй, емес, осымен сен дейтін медициналық клиент болып келіп тұрған, сен дұрыстап сөйлес. Сен клиент емессің, сен потерпевшісің. Жақсы, потерпевшің, жақсы, дұрыстап сөйлесің потерпевшің, сен дейтін. Немен сен кәдімгі... Сен ішке барып, маған қазір мүмкін бір шара қолданатын шығарсың. Мысалы. Арызданасың ғой, жоқ, мысалы, сені қалай дәлелдеймін сол уақытта? Сосын 19-да 5 приказ ол дейтін административный емес, досым, ол дейтін, сен дейтін, учреждение адам, сен өше кімсің, соны дәлелдейтін нәрсе ол дейтін. Строительский объект бауырыма болмайды ма дейтін. Жоқ, сен маған өзің таныстыршы, кімсің сен? Сен... Мұрат, Абай, Отан. Кімсің сен мұнда? Уборщиксің ба, кімсің сен? Таныстырамайсың ба? Өзіңе қиын болады осы. Келсін, мен просто түсінуге мешіт етсем, айып етпе. Просто мен бұл кісімен сөйлесіп тұрғанмын ғой. Қай керек? Сол өзің таныстырмаған ауыр болтын өзің. Ашып жүресің? Сен есің ғой? Мейрамбек ба? Уже басқаша қимылдап бастадыңдар ма не? Алып кетпейміз енді, телефонға алып барамыз енді. Уже бұттарыңа шығып қойып, әбден көтен сүртетін қағаз толмайтын разрешение алмайсың ба телефон? Разрешение алмайсың ба енді? Не басқаша сөйлеп кеттің, ана жерде тұрдың да, клиенттің ар жағына басқа сөйледің, бер жағына не басқа сөйлепсіңдер. Разрешение алмайсың ба? Разрешение сыртқа шығып аламын ба не? Жоқ, енді айты бер осы жерде, не айтасың, айтып жүрші, мен саған алмайсың. Саған ештеңе жоқ, просто маған 19-да 5 приказ орындап тұр, болды. Білмеймін 19-да 5 приказ ондай. Білмесең, не ақшытыр мұнда? Сен білесің 19-да 5 приказ, не приказ екен? Білет, сен не ақшын білмей? Ондай шындығын административный ғой, куапта жүрген жазылған нәрсе айтқан. Не айтасың бұған? Қайда куап ол деген? Аласың, сосын барасың. Барасың емес, барасың деп дұрыстап сөйле. Какая разница, танып тұр ғой қаяқты келген. Өтік танымаймын, анау-мынау бірдеме өтірік дейді. Шығып алып дейді, фуфло дейді. Тым жақсы келдің ғой, камерасыз, тым жақсы сөйлесе қояйық деп. Бара қойайын деп. Телефон тастап кетіп, бірін кетпей болды ол деген. Алып кетсем не, бірдемен кете ма сендерден? Өз уақытын кетіп тұрсың ғой осы. Өздерің телефон соғасыңдар, старшиларың телефон соғады. Мейрамбек, тым жақсы сөйлесеші, сөйлеседі ғой олар деп. Тым жақсы сөйлесең, мынау әлде қандай боласыңдар кейде. Таныстырмаймын өз-өзіңді. Камера шығарсам, тұшасыңдар сосын сыртта шығып. Ашуға тет, жаман ашуға тет бір оқытты. Ренжімендер, мен барынша енді камера шығарған жоқпын, барынша тұтыныш сөйлесіңдер дедім, сөйлестім барынша. Сөйлескеннен кейін енді қызметтерін аса жоғары пайдаланғасын, мен енді амалдап шығаруға тура келді. Мен дедім кінә жоқ, ренжімендер маған. Мен ашулымын қазір. Қатты сөйлеп жатсам айып етпеңдер. Бірақ та енді 19-да 5 приказ ол госучреждение бүткіл погон таққан тақпасын осы объектте жұмыс жасайтын адамдарға 19-да 5 приказ, дейтін приказ шығарды бізде. Яғни Қазақстан Республикасының азаматына, не азаматшасына, яғни былай сөйлескен кезде өзінің яғни көрсеткен қызметтік куәлігіңді көрсетесің деген приказ. Не деймін енді, ол административный қолама уголовный қозға дейді. Барынша енді ренжімендер маған, барынша дұрыс сөйлесін. Күтеміз енді. Кім дейтін? Нұркен қашан келем дейді? Мағанаға Нұркен ба? Айыппеші, есімін ұмытып қалдым. Бағана маған түсем деген адам. Нұртас па? Мен Нұркен деп өтіп, Нұртас па? Сол қашан келем дейді? Түсемдеді, алдында кісі бар. Да? Мана біздің алдында бірге өтейін тұрған адамдар өтіп кетті ғой бана.
Солар сол кісіге кетті ма, Нұртасқа кетті ма? Ол басқа ма? Ассалаумағалейкум. Қол береміз, бермейміз? Бер жаққа да? 19-да 5 приказ орындай бассың. Жоқ, неме Ау? қандай неме? Қазір по порядку жүреміз қазір. Жоқ, айта өңшеймін, сен сұраппын. Қандай неме түсін ба? Жоқ, қазір мәселені айтам. Сіз дейді 19-да 5 приказ орындай бассың. Қандай мәселе? Қызметтік көлік қой. Қандай мәселе түсін? Қандай мәселе? Тосын. Лейтенант. Да, 19-да 5 приказ орындалмай ма не? Сендерге вообще жүрмей ма не 19-да 5 приказ? Лейтенант. Сіздерге жүрмей ма 19-да 5? Просто айтшы маған, көрсетпейін или көрсетемін, болды. Кетемін мен тек. Ал міне маған не айтасыңдар? Ал не айтасыңдар маған? Все, ё-моё, өздеріне қиындатты мынау. Басқасын шақыр кім? Мейрамбек. Шешеміз осы жерде қазір. В любом случае кетемін, капустаға кетейін төлін. Басқа старший шақыр онда. Мен неужели там қатты сөйлеп тұрмын? Мен дейтін тек 19-да 5 приказ сұрап тұрмын ғой. Полиция қызметкерлері, мен 19-да 5 приказ сұрап тұрмын, болды, басқа ештеңе керек емес. Просто көрсете ғой, болды, мен сендерге не артық нәрсе сұрап тұрмын ба, мен сендерден? Сен шөйтегің размерін сұрап тұрмын ба, мен сен не сұрап тұрмын мен сенен? Не мынау, не қырсықтық мынау, не әлде қандай, мынау, не әлде қандай болсыңдар, немене әлде қандай болсыңдар? Атырау қаласы. Тып-тыныш келіп сөйлесе қояйық дедіңдер. Тып-тыныш келдік, сөйлестік, камера шығарған жоқпыз. Бір камера шығарған жоқ дегенше. Келсем мынау, шығарсам мынау. Күтеміз қазір старший, мынау не мынау сен? Пантык, еще какой-то, екі жұлдыз какой-то. Мейрамбек, сен ренжіме әрине, иә? Бірақ манағы өзінің полиция қызметкерінің бөлек ішкі дүниең бойынша манағы негізі иттік сияқты болып кетті. Мына жерде тұрған жас бала кім мына? Екеуінің жағынан иттік сияқты болып кетті. Ана сыртта шықшы, қараш дедіңдер де еш жауыңдар да бар, салам алейкум. Негізі сол кішкене иттік болып кетті досым, бар ғой, айтайын. Ческі. Мен саған айтайын, бар ғой, иттік болып кетті сол жерлер кішкене, бар ғой. Мен как будто бүйтіп қырсығып тұрып алсам екен. Кәм ашуға тиіп кетті сол, бар ғой. Старший келем деймін да? Қайсы маңеде? Айтып қойды ма? Біреу жібере ма? Болды. Сен айып өтпе жеке егер өзің не істесем, иә? Жарайма Мейрамбек, сен қызметің жақсы жүріп жатыр. Нормально. Тынышымен сөйлесейік дедім ғой, тынышымен сөйлесейік. Екінші бұндай істемейміз де келістік қой. Бәрі келістік. Видео жөнінде келістік, бәрі келісті. Не мынау? Не ағылым қарын қатынас мынау бетші. Апай, мен айларымды сыйлаймын, апай. Иә. Апай, жоқ, мен сізге қарсылығым жоқ, апай. Апай, сіз өзіңіз сөйлейсізден маған жауап бермейсіз енді. Айтатынды айтыңыз қой, апай, мағына. Мәселе дейтін тыңдап білу керек қой, апай.
мен просто әйел адамдарға көп нем жоқ, сыйлаймын, ол үлкен кісілер жақсы енді. Просто былай ғой жігіттер, маған мұнда телефонмен кіруге болмайды дейді. Не себепті телефонмен кіруге болмайды? Мұнда заң жазылған, то что якобы печатьсіз жазылған, якобы то что мұнда так, бейнекамера, мобильді құрылғы, яғни фото, модульдік, және, в общем, интернетке қатысы бар нәрселерді түсіруге болмайды, яғни, мұнда, понимаете? Кіруге болмайды, вообще, за решетка арқылы кіруге болмайды. Сол мәселеде енді менде сұрақ. Мына шығып жатқан кісілер қазір, мында шығып жатқан кісілер. Неужели біреуінде смартфон жоқ? Міне мына кісіде смартфон бар, например. Міне мысалы, анық дәлел тұр, міне смартфонмен шығып жатыр ал. Кім мынау вообще? Смартфонмен шығып жатыр ал. А сендер болмайды дейсіңдер кіруге смартфонмен. Ол басқа тесіктен кірді ме ол? Сотрудник болсын, болмасын, міне ағалардың қалтасын қарасаң, сипаттамасында бір смартфон бар. Аға, сізде смартфон бар ма? Жоқ дейсіз әрине. Сізде ағасы? Үндемейді, конечно, бар смартфондары. Жоқ, неменеге жыртық тесікті неменеге жауып берсіңдер деймін да. Мен айтсаңдар, мәріме ішке барып түсірмей қой камеранды. Мен тұтқыныш кіріп келатым, камераға түсірмейін дедім. Тұтқыныш кіріп келатым, телефон таста дейді. Телефон тастаймын, егер бәрі тастаса конкретно бар ғой. Міне қазір месендерге түсірейін конкретно. 20 адам шығады, 20 адам біреу телефон алмайды ана жерден. Неужели 20 адам біреуінде смартфон жоқ? Виталий, не айтасыз? Неужели сейчас 20 человек выйдет? Неужели ни одного смартфона нету? Конечно, не ответил. Потому что, сіздер... Ё-моё. Не, подожди, давай тупо рассчитаем. Бұл үлкен здание, да? Үлкен здание бұл. Ана жерде жәшік 10, 30, болды 30 жәшік, мынау сумкаға арналған жәшік. 30 жәшік, каждый 30 адамнан получается. Апай, сіз телефоныңызды алмайсыз, апай? Смартфон телефоныңызды алмадыңыз ба? А сізде өзіңізде ме смартфон телефон? Іште жұмыс жасаймын дейді. Іште жұмыс жасайтындар бола ма, болмай ма? Мейрамбек айтып жүрші. Болмайды телефон ұстауға. Не ұстап тұр? Жоқ, жалпы өзіне сұрағанда да. Міне 30 жәшік, да, например, 30 жәшікті алайық, жігіттер. Қыздар, 30 жәшікті алайық. 30 жәшік 30 адамға арналған. Значит, 30 адамнан артық кіруге болмайды. Получается, солай ғой енді. Енді каждый телефон үстіне қоя бермейді ғой, каждый үстіне. Бір үстіне бірісі қоймайды ғой енді. Қазір мысалы жарақат алып қалуы мүмкін телефон бит сызылып қалуы мүмкін, әртүрлі жарақаттар мүмкін. Мысалы, да? Енді қара, 30 адамнан артық кіруге болмайды, получается мұнда. Енді менде сұрақ. 30 адам шығып отыр, да, бәлембай? 30 адам, 40, 50 адам шығып отыр бағанадан бері. Неужели біреуінде смартфон жоқ? Біреу ана жерге барып смартфон алам деген ой жоқ. Біреу смартфон алмайды. Старлей, Виталий Мырза, вы что скажете насчет этого? Вы же так, шалпахтырный следак же, да, вы, да? Да? Да, следователь, да? Следак, ну извиняюсь, если там прям грубо, да? Если... Что скажете насчет этого? Они отвечают за распорядок, правильно? Да. Ну, ваше мнение насчет этого? То, что я говорил, вы поняли, то, что я сказал на казахском, да? Что скажете насчет этого? Комментарии какие-нибудь есть? Да? Полковник, па? Бәлем бәлем шығып жатыр. Неужели біреуде смартфон жоқ? Сейчас, одну минуту. Сейчас я выключу, да? Я сейчас скажу. Нет, вы завершите свое. Да, не, подождите. Давайте так сделаем. Пускай все запишет он. Давайте, Виталий, так сделаем. Если здесь поговорим, вы сказали, это конфиденциально все. Вы сказали конфиденциально насчет моих проблем. Вы сказали, все это конфиденциально, правильно? Да. Я могу выключить телефон, когда собеседник имеет, да, вы именно, да? Да. А я не хочу тут разговаривать, понимаете? Я хочу там, прям, где уютно, понимаете? Где должно. Я сейчас вас вызвал, чтобы уютно, я создам уют. Теперь я вам сказал, я там камеру не включу. Если я там камеру как-нибудь включу каким-то образом, вы можете составить на меня протокол. То, что я, типа как, не знаю, какие там законы. Я от протокола никак не избегаю, понимаете? Все, насчет, я вообще не избегаю. Вы можете там принимать. Я просто, понимаете, почему я с телефоном не могу туда зайти? Потому что были случаи, когда я зашел, они как бы применяли силы, понимаете? Нет, я же не доверяю вам, понимаете?
А вдруг вы сделаете что-нибудь, понимаете? У меня же рядом нету. Свидетелей нету? Понимаете? Я вам разъясню, там, поясню, по-моему. Ладно. Виталий, вы, я так понимаю, вы очень адекватный человек, вы нормальный. Просто я тут не понимаю просто одного. Почему он надо его что сөйлеп кеттім ғой? Он адам қазір кіреді, мысалы мына капитан мырза шықты, смартфон алған жоқ аяқтан. Неужели бір адамдар смартфонсыз жүр? Старлей, майор, Старлей, жоқ Старлей не сияқты дейді. Біреуінде неужели смартфон жоқ біреуінде? А? Сізде смартфон жоқ па? Смартфон ұстамайсыздар ма вообще? Е-мое, прям кәдімгідей мыналар дейтін. Прям мықты ғой мыналар дейтін, кәдімгі заң дейтін, мықты сақтайды екен. В общем, ана көргеніңіздей бір адамда смартфон қолмен шығып батты. Енді менде сұрақ, неге ол адамда смартфон ұстайды, біз ұстамаймыз? Сұрақ енді, ол госучреждение адамдарына болмайды дейді, что өздері айтып тұр. Гражданкілер тем более болмайды деген мағына ғой енді. Бірақ өздері ұстайды. Ладно, я потом крем, потом.